Қазақстанда уақыт тоқтап қалғандай көрінетін жерлер бар. Бір кездері бұл жерлерде мыңдаған адам өмір сүрді, жұмыс істеді, балалар ойнады. Бірақ бүгінде олар бос тұр. Кейбір жерлер табиғаттың құрбаны болса, кейбірі экономикалық қиындықтардың салдарынан қаңырап қалды. Бүгін біз Қазақстандағы ең қорқынышты әрі жұмбақ тастанды 10 орынды көреміз. Ал бірінші орын сізді шынымен таңғалдырады. 10-шы орын Арал теңізіндегі кемелер зираты. Бір кездері Арал теңізі әлемдегі ең үлкен көлдердің бірі болды. Мұнда мыңдаған адам балық аулап, теңіз арқылы күн көрді. Бірақ өзен суларының басқа бағытқа бұрылуынан теңіз тартылып кетті. Бүгінде бұрын суда жүзген кемелер құмның ортасында қалып қойған. Бұл көрініс апаттан кейінгі фильмді еске түсіреді. Туристер дәл осы жұмбақ атмосфераны көру үшін әлемнің түкпір-түкпірінен келеді. 9-шы орын тастанды шахталар. Қазақстан пайдалы қазбаларға бай мемлекет. Кезінде көптеген шахталар тәулік бойы жұмыс істеді. Мыңдаған кенші жер астына түсіп еңбек етті. Бірақ кейбір кен орындары таусылып, кейбірі экономикалық тұрғыдан тиімсіз болып қалды. Қазір бұл жерлерде тек бос туннельдер мен үнсіздік қана қалған. Кейбір шахталарға кіру өте қауіпті, себебі олардың ішкі құрылымы құлап кетуі мүмкін. 8-ші орын Байқоңырдағы тастанды ангарлар. Байқоңыр әлемдегі ең әйгілі ғарыш айлағы. Дәл осы жерден адам алғаш рет ғарышқа ұшты. Алайда Кеңес одағы ыдырағаннан кейін кейбір жобалар тоқтатылды. Соның салдарынан бірнеше алып ангар қараусыз қалды. Олардың ішінде кезінде миллиардтаған доллар жұмсалған ғарыш аппараттары болған. Қазір бұл ғимараттар бос тұр, бірақ олардың әр қабырғасы ғарыш тарихын сақтап келеді. 7-ші орын қаңырап қалған ауылдар. Қазақстан тұрғындары толықтай көшіп кеткен ауылдар бар. Кейбір жерлерде жұмыс орындарының болмауы халықтың кетуіне себеп болды. Бүгінде бұл ауылдарда бос үйлер, жабық мектептер және қираған дүкендер ғана қалған. Мұндай жерлерге барған адамдар өздерін елес қалада жүргендей сезінеді. 6-шы орын тастанды ауруханалар. Бір кездері адамдардың өмірін сақтап қалған ауруханалар бүгінде бос тұр. Кейбірі жаңа медициналық орталықтар салынғаннан кейін жабылды. Ұзын дәліздер, сынған терезелер мен ескі палаталар бұл жерлерге ерекше атмосфера береді. Сондықтан мұндай ғимараттар жиі түрлі аңыздар мен қорқынышты оқиғалардың тақырыбына айналады. 5-ші орын қараусыз қалған зауыттар. Кеңес дәуірінде Қазақстанда жүздеген өндіріс орындары жұмыс істеді. Кейбір зауыттар мыңдаған адамды жұмыспен қамтыды. Бірақ уақыт өте келе олардың бір бөлігі жабылып қалды. Қазір бұл жерлерде тот басқан станоктар мен бос цехтар ғана қалған. Бұл орындар Қазақстан индустриясының өткен тарихын еске салады. 4-ші орын Арал жеті қалашығы. Арал теңізіндегі Возрождение аралында орналасқан бұл қала ұзақ уақыт бойы құпия болып келді. Кеңес заманында мұнда әскери зерттеулер жүргізілген деген ақпараттар бар. Қазір ғимараттардың көбі қираған. Арал жеті Қазақстандағы ең жұмбақ әрі ең аз зерттелген орындардың бірі болып саналады. 3-ші орын тастанды әскери қалашықтар. Кеңес одағы кезінде Қазақстан аумағында көптеген әскери базалар орналасқан еді. Әскерилер мен олардың отбасылары тұрған қалашықтарда мектептер, дүкендер және мәдениет үйлері болды. Бірақ уақыт өте келе бұл орындардың көбі бос қалды. Қазір олардың көшелерінде ешкім жүрмейді. 2-ші орын Ақыртас кешені. Ақыртас Қазақстандағы ең жұмбақ тарихи орындардың бірі. Ғалымдар бұл кешеннің нақты не үшін салынғаны туралы әлі күнге дейін бір пікірге келе алмай отыр. Кейбіреулер оны сарай дейді, енді біреулер бекініс болған деп есептейді. Бір нәрсе анық, бұл жер ғасырлар бойы өз құпиясын сақтап келеді. 1-ші орын Арал теңізінің түбіндегі елес қалалар. Біздің рейтингіміздегі 1-ші орын Арал теңізінің құрғаған табанында қалған елес қалалар. Бір кездері бұл жерде адамдар өмір сүріп, балық аулап, балалар мектепке барған. Бірақ теңіз кеткеннен кейін халық та көшіп кетті. Бүгінде бұл жерлерде тек бос үйлер мен шексіз құм жатыр. Бұл Қазақстандағы ең әсерлі әрі мұңды көріністердің бірі. Қазақстан тек әдемі табиғатымен ғана емес, сондай-ақ осындай жұмбақ әрі ұмытып қалған орындарымен де қызықты. Бұл жерлер біздің тарихымыздың бір бөлігі. Сіз осы тізімдегі қай жерге барғыңыз келеді? Пікірге жазыңыз, видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылыңыз. Келесі кездескенше.